Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы. Сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз тыныс алу физиологиясына арналған сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Кезекті лекция тыныс алудың реттелуіне арналады. Яғни қалыпты тыныс алу қалай реттеледі, қандай да бір өзгерістер кезінде оған қалай бейімделеді, соның механизмдерін талдайтын боламыз. Сонымен ол үшін біз тыныс алудың орталығын сипаттауымыз керек. Тыныс алу орталығы бұл сопақша ми мен ми көпірінде орналасқан ерекше бір нейрондар тобымен қамтамасыз етіледі екен. Сопақша мида дорсальды және вентральды нейрондар шоғыры орналасқан, және ми көпірінде пневмотоксикалық орталық деп аталатын нейрондардың ерекше шоғыры бар. Осы үш нейрондар шоғыры бізде тыныс алудың орталық қызметін атқарып, тыныс алуды реттеп отырады екен. Қалыпты дем алып, дем шығарған кезде тыныс алуды реттейтін ол дорсальды нейрондар тобы. Осы нейрондардан үнемі көкетке импульстер барып отырады екен. Көкетке импульстер келеді, и бұл ешқандай да бір сыртқы немесе ішкі тітіркенгіштің әсерінен болмайды. Бұл жердегі нейрондар табиғи тума солай маманданған екен. Импульстер келеді, көкет жиырылады, қалыпты дем аламыз. Одан кейін босаңсыған соң дем шығарамыз. Одан кейін қайттан келесі импульс келеді, солай жалғасып кете береді. Дорсальды нейрондардың сонда қызметі бұл дем алу екен. Дем алуды қамтамасыз етеді. Дем алу. Одан кейін пневмотоксикалық орталық бар. Пневмотоксикалық орталықтан шығатын аксондар осы дорсальды нейрондар тобына әсер етеді екен. Оның негізі қызметі мұндан шыққан импульс келіп дорсальды нейрондар тежейді екенде, сонда дем шығарған кезде импульс келмеу керек, осы импульс келмеуді қамтамасыз ететін осы пневмотоксикалық орталық екен. Ол нормада көп қызмет атқармайды, ол қандай да бір патологиялық бұзылыстар болған кезде, мысалы ағзада көмірқышқыл газының концентрациясы неғұрлым төмендеп кетіп, немесе оттегінің көп мөлшері ағзаға түсіп кететін болса, осы пневмотоксикалық орталық қызмет атқарады екен. Ол келіп дорсальды нейрондар тежейді, содан импульстің баруы тежеледі. Яғни дорсальды нейрондармен қалыпты тыныс алуымыз нормада қанша 16-20 рет минутына дем аламыз. Сөйтіп, ол жерде жаңа қалыпты тыныспен 500 мл ауаны жұтып шығарамыз. Пневмотоксикалық орталық осы жұмыстың реттелуін әрі патология жағдайларда егер тахипноя болатын болса, соны нормапнояға түсіруге ыңғай жасайды екен. Вентральды нейрондар екі процеске де дем алу мен дем шығаруға да қатысады екен. Дем алу мен дем шығаруға. Бұлардың негізі қызметі бұл қандай да бір қосымша тыныс алу бұлшықеттермен терең тыныс алып, терең тыныс шығаратын кездер. Осы кезде вентральды нейрондар қызмет атқарады екен. Вентральды нейрондар тыныс алудың қосымша бұлшықеттері бар еді ғой бізде. Сыртқы қабырғаралық, төс бұғана еміздік, сатылы бұлшықеттер, алдыңғы тісті бұлшықеттер, соларды активтеп, дем шығару кезінде ішкі қабырғаралық бұлшықеттер және іштің тік бұлшықеттеріне импульс жіберіп, солай терең тыныс алу және терең және тез тыныс шығаруды қамтамасыз ететін осы вентральды нейрондардан шығатын импульстер екен. Вентральды нейрондар, дорсальды нейрондар, пневмотоксикалық орталық. Жалпы бұл үш орталықтың қызметі осыда. Бұларға дорсальды нейрондар айттық өздігінен жұмыс жасайды, ал қалған екі зонаға белгілі бір импульстер келіп әсер етеді екен. Яғни ол тікелей орталыққа келіп әсер етуі мүмкін, немесе шетке әсер етуі мүмкін. Орталыққа келіп әсер ететін ол қандағы көмірқышқыл газының концентрациясы болып табылады. Яғни ол қалай жүзеге асады, соны айталық. Мысалы, гипоксиялық жағдайларда ағзаға оттегі аз түсіп жатыр, керісінше көмірқышқыл газының синтезі немесе түсуі көп болып жатыр. Мысалы, бір бөлмеге кіресізде, оны бөлмеде ауа жоқ екен ғой, сол ауа жоқ екен ғой деген түсінікті қалай қалыптастырады деген сұраққа жауап берейік. Яғни, қанда еріген СО2-ның концентрациясы жоғарылады көмірқышқыл газының. Көмірқышқыл газы қан ағысымен келеді, осы жерге келген кезде сумен әрекеттесіп көмір қышқылын түседі. И ол сразу иондарға диссоциацияланып кетеді. HCO3-. Осындағы
мынау сутек протондары сопақша мидың вентральды бөлігінде орналасқан ерекше андай рецепторлар зонасы болады екен, хеморецепторлар зонасы. Осыған сезімтал болып келеді. Егер сутек протондардың концентрациясы артып кететін болса, мынау сразу тітіркенеді, сөйтіп вентральды және дорсальды зоналарға сигнал береді. Основной вентральды зона жұмыс жасау керек бұл жерде, сонымен ол қосымша тыныс алу бұлшықеттеріне әсер етіп, ондағы тыныс алу актісін тереңдетеді әрі жиілетеді. Осылай бізде жетпей жатқан оттегінің мөлшерін толықтыру үшін ағза тыныс алу жұмысын активтейді. Бұл тікелей орталыққа баратын әсер. Сонымен қатар шеттен келетін әсерлер болады. Ол жүрек болсын, жүректен қолқа артериясы шығады. Бұл жерден бас құрылымдан қандандыратын ұйқы артериялары шығады. Осы ұйқы артерияларының қабырғасында каротидті денешіктер деп аталатын арнайы нейрон, сезімтал нейрон денешіктер орналасады екен. Осы каротидті денешіктер негізінен қандағы оттегінің парциалдық қысымына сезімтал болып келеді. Оттегі жетіспеушілігі орын алатын болса, оттегінің концентрациясы төмендеп кетті, денешіктер сразу сезетті, сөйтіп аксондардың бойымен осы сопақша миға келіп, оны активтейді. Сонымен дальше дем алудың процестері белсенеді. Сонымен қатар аортаның өзінде де аорталы денешік деген болады, оның да құрылымы дәл осы каротидті денешікке ұқсайды. Ол бізде шеткі қанның құрамындағы СО2 және протондардың концентрациясына тәуелді болады. Осылардың концентрациясының артып кетуі аорталы денешікті активтейді, ол да барып тыныс алу орталығын активтеп, сонымен дем алу белсенеді. Осындай процестердің нәтижесінде бізде тыныс алудың реттелуі орын алады екен. Сонымен қатар дем алу кезінде өкпенің шектен тыс қозып кетуін алдын алатын рефлекстер бар. Соның бірі бізде Геринг-Брейер рефлексі. Геринг-Брейер рефлексі қалай жүзеге асады? Мынау өкпе болсын. Өкпенің қабырғасында бронхтар. Бронхтардың қабырғасында қысымды сезетін арнайы барорецепторлар орналасады екен. Біз нормада 500 мл ауаны жұтамыз және шығарамыз. Дем алып, дем шығару кезінде. Егер осының көлемі 1,5 мл-ден асып кететін болса, онда Геринг-Брейер 1,5 мл-ден асып кететін болса, онда қысым артады. Ол қысым артады да бронхтардың қабырғасына күш түсіреді, яғни оны кереді. Ол кереген кезде осы жердегі механорецепторлар, барорецепторлар тітіркенеді. Сөйтіп, бұл да орталық жүйке жүйесінде сопақша мидың орталығына барып, орталықта активтейді. Сөйтіп, шектен тыс созылып бара жатыр, тыныс алуды тоқтатыңдар дейді. Сонымен дорсальды нейрондардың тежелуі болады. Көкет босаңсығаннан кейін келген ауаны қайтадан дем шығарумен шығарып жібереді. Осылай өкпеде Геринг-Брейер рефлексі арқылы Геринг-Брейер рефлексі деп аталады. Осы рефлекс арқылы өкпе шектен тыс созылып кетуден сақталады. Осындай реттелу жүйелері бар. Бұл өкпеде газдардың өкпе мен қан айналымында, сонымен қатар тіндер мен қанның арасында алмасуын реттейтін қандай да бір физикалық сипаттар, күштері бар. Бұл күштерді екі түрлі ұғыммен сипаттайды. Олар Бор эффекті және Холдейн эффекті деп аталады. Холдейн эффекті. Бұл екі сипаттың мән мағынасы неде? Қан
өкпеден өтіп оттегі қаныққаннан кейін тіндерге келеді. Эритроциттің құрамында гемоглобинмен байланысқан түрде келді. Мынау қан тамырының іші болсын. Мынау клетка. Яғни бірнеше гемоглобиндер келді, бірнеше мөлшердегі. Бірақ осы тінге ол қаншалықты оттегіні береді деген сөз. Өйткені ол тек қажеттіліктің мөлшерінде ғана беру керек. Егер ол артық беріліп кететін болса, оттектің көп мөлшерін жасуша игере алмай қалады, сонымен оттектің радикалды формалары түзіліп кетеді. И бұлар жасуша үшін өте қауіпті, өйткені олар олардың бүтіндігін бұзады жасушасының. Сөйтіп, бұл жерде майдың асқын тотығуы секілді патологиялар болады. Сөйтіп, клетканың өліміне алып келеді ол. Сол себепті де қан клеткаға қанша оттегі керек, соны ғана беру керек. Ол қалай жүзеге асады деген. Ол клетканың шығарған көміршіл газының концентрациясына байланысты болады екен. Яғни қандай мөлшерде көміршіл газын шығарды, дәл сондай оттегіні бұлар босатып береді деген. Осы бізде Бор эффекті деп аталады. Яғни мысал ретінде айтайық, 14 көміршіл газын шығарса, ол сәйкесінше 34 оттегін береді. Өйткені ол осындай пайдалану межесі осындай екен деп осылай тастап кетеді. Келесі бір айналып келеді, сол кезде мысалы енді 16 шығаратын болса, сол айналып келген кезде 16 оттегіні қайтадан тастап кетеді. Бұл Бор эффекті оттегі үшін көміршіл газымен реттелетін. Одан кейін Холдейн эффекті деген бар. Бұл көміршіл газ үшін оттегімен реттелу. Бұл өкпедегі газ алмасуға байланысты. Қан айналым, мынау альвеоланың қуысы болсын. Так. Альвеоланың қуысынан қан тамырға түскеннен кейін оттегі ол гемоглобинмен кеп байланысады. Гемоглобинмен кеп байланысқаннан кейін бұл гемоглобиннің гем бөлігімен байланысады. Енді гемоглобиннің глобулин бөлігімен байланысқан көміршіл газдар бар. Яғни мысалы айталық, мынау гем. Мынау гемоглобиннің 4 глобулин белогы. Жалпы схемалық құрылымы осындай. Оттегі бізде мынау қызыл аймақ геммен байланысады. Ал көміршіл газы мынау белоктық бөліктермен байланысады. Егер өкпеге келген кезде оттегі мен гем байланысатын болса, онда бұның қышқылдылығы артады екен да, и сонымен қалған бүкіл гемоглобиннің СО2 мен байланысу қабілеті түсіп кетеді екен. Сонымен уже мына жерден көміршіл газдары гемоглобиннен ажырап бастайды. Бастапқыда гемоглобин мысалы екеуі байланысып келді ме, енді ол ажырайды да, сонымен гемоглобин темірін байланыстырып дальше кете береді, ол көміршіл газын тастап кетеді, көміршіл газы альвеолаға ауысады. Яғни қаншалықты мөлшерде көміршіл газы альвеолаға шығады деген сұрақ бұл жерде. Сол қаншалықты кірген оттегінің мөлшеріне байланысты деп айтады. Бұл Холдейн эффекті. Как екеуі бір-біріне қарама-қарсы сияқты эффект. Екі процесті екі түрлі ғалым сипаттаған, сәйкесінше екі түрлі атауымен кездеседі. Бор эффект және Холдейн эффект. Бор эффекті тіндер үшін, Холдейн эффекті өкпе мен капиллярлардың арасындағы газ алмасуды реттеу үшін. Жалпы реттеудің басты механизмдері осындай болды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар, білімдеріңіз арта берсін.